Власть. Вот это она. Власть. Власть всегда везде одинаковая. Власть всегда везде одинаковая. Сәлем қазақ, сіздердің назарларыңызда Али және мен алдын ала кешірім сұраймын. Қазақстандық кинематографта өте даулы және көп қырлы суретші бар. Ол Әділхан Ержанов. Ержанов мырзаның кез келген фильмін көргеннен кейін барлық картиналарға қатысты ортақ бір сұрақ туындайды. Сіз бұл фильм шынымен Қазақстанда түсірілді ме деп таңырқайсыз. Бірақ ең қызығы жауап я деп те, жоқ деп те берілуі мүмкін. Бұл енді қай қырынан көруіңізге байланысты. Бір қарағанда «Черный человек», «Бой от бая» немесе «Голиаф» сияқты картиналар адам мен қалыптасқан жүйенің қарама қайшылығы туралы айтатын сияқты көрінеді. Сондықтан мұндай интерпретацияны Қазақстандағы нақты жағдайларға оп-оңай жатқызуға болады. Әлде бұлай емес пе? Егер бұл фильмдерде көрсетілген идея анағұрлым тереңірек және шиеленісті болса ше? Бүгінгі шолуда біз «Голиаф» фильмі туралы ой бөлісіп, фильмнің мән мағынасы неде және қазақстандық көрермен Әділхан Ержановтың шығармашылығымен неліктен танысу керек деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Әділхан Ержанов заманауи Қазақстанның ең танымал және ең жемісті режиссерлерінің бірі. Жылына 1-2 фильм шығару арқылы ол барған сайын ықпалды және танымал бола бастады. Әсіресе «Голиаф» фильмі оның мансабындағы танымалдылыққа бет бұрған жұлдызды сәтке айналды. Фильм әлемдік кинофестивальдағы саяхатын сәтті жүргізіп, Венеция фестивалінде сыйлық алды. Бүкіл қала бойынша плакаттар ілініп, танымалдылыққа ие болды. Сөйтіп, қазақ фильмнің маркетингтік науқанына оңтайлы әсерін тигізді. Фильмнің қысқаша синопсисі: мифтік Қаратас ауылына Қандықол қарақшы және аяушылықты білмейтін тиран Пашаев пен оның бақылауындағы банда өз диктатурасын енгізеді. Жергілікті ауылда кімнің қайда өмір сүретінін және кімнің қайда жұмыс істейтінін таңдау құқығын Пашаев өзіне қалдырды. Пашаев тұрғындарға баспана мен жұмыс беріп, қамқорлық танытқанымен, шын мәнінде өзіне қарсы шыққандарды аяусыз жазалап, өлімге кеседі. Арзу есімді кедейдің әйелі де қайғылы қазаға ұшырап, оның өзі тиранның қамқорлығына өтеді. Арзу әйелі үшін кек ала ма? Пашаевтың диктатурасы аяқтала ма? Бұл әңгімеде Давид кім, ал Голиаф кім? Бейнешығарылымда біз осы сұрақтардың жауабын беруге тырысамыз. Айтпақшы, «Голиаф» фильмін дәл қазір TV+-тен көруге болады. Бұл платформа мыңдаған сериал, киноға толы, оның ішінде отандық өнімдер де біршама. Сондай-ақ TV+-те Старт, Мегаго, Қазақша және Амедиатека секілді ең танымал онлайн кинотеатрлар бар. Сонымен қатар TV+ көрермендерге эфирлік теледидар мен кейбір арналарында аудиожалақ ауыстыру қызметін ұсынады. Яғни Спанч Бобты немесе футбол матчын орысша, қазақша не ағылшынша көру мүмкіндігі бар деген сөз. Тағы да айта кететін жайт, желтоқсанның аяғына дейін жаңа қолданушылар TV+-тің алғашқы 30 күнін бар жоғы 10 теңгеге қоса алады. Науқандық тариф төмендегі сілтеме бойынша қолжетімді. Осы шығарылымның басында мен Әділхан Ержановтың фильмдері арқылы шынайы өмірде кездесетін түрлі жағдайларды түсіндіріп беруге болатынын айтқан едім. Шын мәнінде «Голиаф» картинасы да айтқанымызға сәйкес келеді. Фильмнің негізгі идеясы не екенін түсіну үшін алдымен кейіпкерлерді талқылап шығуымыз керек. Қылмыстық банданың өте қатыгез және көзге оғаш көрінетін басшысы Пашаев өзіне қарсы шыққандардың бәрін аяусыз жазалай отырып, Қаратастың экономикалық жүйесін құруға өзінше ұмтылады. Бас антагонисті Ержанов фильмдерінің тұрақты қатысушысы танымал қазақстандық актер Данияр Алшинов сомдайды. Пашаев қатыгездігін бәріне танытып, тіпті өз тобының баскесерлерін де аямайды. Фильмнің басында біз Данияр Алшиновтың қаһарманы өз адамдарын асқан қаталдықпен ұрып соғып жатқанын көреміз. Және оған ешкім қарсыласпайды немесе ешкім ара түспейді. Өйткені бұл олар үшін қалыпты жағдай ғана. «Голиаф» фильміне берілген көптеген сын пікірлерді оқығаннан кейін, мен көрермендер фильмде көргендерін зұлымдық пен диктатура құбылысын зерделеу деп санайтынын түсіндім. Бірақ менің ойымша, негізгі антагонист диктатураны бейнелейді деген пікір сәл қате. Нақтырақ айтқанда, бұл фильмде Пашаев авторитаризмді бейнелейді деп айтар едім. Өзіңіз ойлап көріңізші, ол шетелдік экспаттар мен жергілікті кәсіпорында жұмыс істейтін азаматтардың пайызы туралы келіссөздер жүргізуге тырысады. Осылайша Пашаев жергілікті тұрғындардың игілігі үшін алаңдайды деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Алайда кейінірек ауылдың әрбір жұмысшысы алған табысының бір бөлігін антагонистке беретіні сомдалады. Демек, Пашаевтың көптеген авторитарлық режимде орын алатын экономикалық жүйені құруға тырысқанын түсінеміз. Немесе Пашаевтың қарақшылары басқа қарақшылардың есірткісін табатын көріністі алайық. Пашаевтың бұл жүйесінде оның жеке бақылауынсыз ешбір іс болмауы керек. Бұл оның басып алған аумағы. Бұл аумақта билік те, құқық қорғау ұйымы да, тіпті сот жүйесі де Пашаевтың қолында.
Авторитаризмнің диктатурадан немесе тоталитаризмнен негізгі айырмашылығы неде деген сұраққа жауап беруге тырысайық. Авторитарлық режимде билік саяси тұрақтылықты сақтау үшін қажет болған жағдайда ғана қоғам мен қоғамдық кеңістікке әсерін тигізеді. Ал тоталитарлық режим әрбір азаматтың көзқарастары мен барлық әлеуметтік процестерді әу бастан бақылауды ұстауға тырысады. Пашаев үшін ауылдың барлық тұрғындарын жоюдың қажеті жоқ. Ол үшін бұл адамдар бірінші кезекте ресурс болып табылады. Олардан тек бір нәрсе – ниеттестік қана қажет. Тұрақты жұмыс орны, шағын шаршы метрлік тұрғын үй мен азық-түліктің өтеуі ретінде адамдар ауыл басқармасында болып жатқан істерге мән бермей, тек өз жұмыстарын ғана білуі тиіс. Мұндай жүйе әрине авторитаризмге тән. Тоталитарлық режимнің принципі заңмен рұқсат етілмеген нәрсенің бәріне тыйым салынады деген сипатта болса, авторитарлық принцип билікке зиян келтіретін нәрсенің бәріне тыйым салынады деген тұжырымға негізделеді. Сондықтан Пашаев өзіне бағытталған кез келген қауіпті қатаң түрде тоқтатып отырады. Тихо. Че с ножом будешь? Отходим. Че, дурачок на Пашаева с ножом бежит? Сонымен қатар антагонист өз ішіндегі сатқындық пен қашқындыққа жол бермейді. Фильмнің басында біз кәсіпорынның барлық жұмысшылары ақшаның бір бөлігін күзет бастығына беретінін көреміз. Күзет бастығы банда басшысының жеке ақшасына қол сұғады. Ал Пашаев оны аяусыз жазалайды. Бас кейіпкер Арзудың үлкен ағасы да осындай халге тап болады. Басты кейіпкерге келетін болсақ, бұл кейіпкерді Берік Айжанов ойнайды. Қазақстандық көрермен Айжановты жылтыр рөлдерде көруге дағдыланған дер едім. Ол осыған дейін президентті, жауынгер батырды немесе жоғары дәрежелі зиялы тұлғаны сомдап келді. Голиаф фильміндегі Арзу рөлі Айжанов сомдаған кейіпкерлерге мүлдем қарама қайшы болып келеді. Және бұл роль актерді іс жүзінде басқа қырынан ашады. Арзу менталдылық тұрғысынан денсаулығында ақауы бар қарапайым шеткі аймақтағы ауыл тұрғыны. Пашаев өз командасымен бірге қарапайым ауыл үйіне шабуыл жасайды. Олардың нысанасына Пашаевтың диктатурасына наразы болған және оның барлық қылмыстарын әшкерелеп, ары жазған әйел ілінеді. Шындығында ол Арзудың бұрынғы әйелі болатын. Осы жерде кек алу туралы әңгіме өрбиді. Жерлеу рәсімінде кісі өлтіруші қылмыскер марқұмның күйеуімен кездеседі. Ол кек туралы ойламау үшін Пашаев әйелдің өзін кінәлайды және Арзуға жұмыс береді. Әрине сондағы мақсаты Арзуды әрқашан өзінің жанында ұстап, бақылап отыру болатын. Бір қарағанда кек алу туралы Арзудың ойына кіріп те шықпайды. Тіпті ойға да келмейді. Ал келесі сағаттың ішінде ол біресе бір жағына, біресе екінші жағына ауып, ойланумен, аласырумен болады. Бір қарағанда Арзу құқық бұзушының қалыптасқан жүйесіне жалғыз қарсы тұра алмайтын кішкентай адамды Давидті бейнелейді деп болжауға болады. Итальяндық философ Николо Макиавеллидің тақсыр атты жұмысына билікті басып алу әдістемесін, басқару әдістерін және идеалды билеушіге қажетті дағдыларды сипаттайтын трактатына сілтеме жасайтын титрлер де осы ойға итермелейді. Кішкентай зұлымдық үшін адам кек ала алады, ал үлкен зұлымдық үшін ол кек ала алмайды. Кек алудан қорықпау үшін адамға келтірілген ренішті осылайша есептеу керек. Басты кейіпкердің әйелін өлтіру көрінісі дәл осы дәйек сөзбен аяқталады. Бірақ тұрмыс талқысы мен денсаулығының тұрақсыздығынан әбден жабыққан Арзу әділ төрелік жүргізуге тырыспайтын сияқтанады. Ал ауыл тұрғындары Пашаевты жөніне қалдыруын жай ғана сұраумен шектелмей, оған сес көрсетіп, өз жебеушілерін ашкөздікпен қорғауға ұмтылады. Ауыл тұрғындары тұтас алғанда провинциялық маргиналдар ретінде сомдалған. Олар үшін жеке игілік Пашаевтың күштеп таңылған және басып алған билігінен әлдеқайда маңызды. Сол арқылы Әділхан Ержанов өзіне лайықты патшаны өзі таңдаған халықты көрсетіп тұрғандай болады. Бірақ соған қарамастан фильмде басты кейіпкерді кек алуға итермелейтін үш құбылыс көрсетілген. Бұл дін, күш құрылымдары және қарақшылардың өздері. Также Аллах Всевышний говорит в Коране: воздаянием за зло является равноценное зло. Воистину Аллах не любит беззаконников. Туалетке келеді ғой, сөзді алдынан шығасың. Аласың. Был Паша, нет Паша. Біреу Арзу ағасы қайтыс болғаннан кейін ғана кек алуға бел буды деп айтуы мүмкін. Бірақ менің ойымша, бұл қате пікір. Басты кейіпкер барлық үш инстанцияның мақұлдауын алғаннан кейін ғана Пашаевқа қарсы шығады. Шынайы өмірдегі сияқты билікті озбырлықпен басып алушыны құлату үшін адамдарға дәл осы инстанциялар үнемі қарсы тұрады.
Дін өз билеушісіне қарсы шығу күнә екенін айтады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері билікті құлату заңмен жазаланады дейді. Ал қылмыс өзіне пайдалы істерге өзгелердің араласуына мүмкіндік бермейді. Фильмді тиранияның немесе диктатураның табиғатын зерделеу деп түсіндіруге болады. Бірақ тереңірек алғанда бұл халық және оның өзі сайлайтын көшбасшы шоғыры туралы айтылғандай көрінеді. Сол себепті де Әділхан кек алу тақырыбын таңдайды. Ол диктаторлардан құтылу туралы сұрақты көтеріп, жауапкершіліктен қашқан халықтың барлық міндетті жаңа бастыққа жүктеуі туралы пікірді қамтиды. Мен патшаларға тиран болуды, ал бұқараға олардан құтылуды үйреттім. Арзу Пашаевтан құтылғаннан кейін фильм нақ осылай аяқталады. Авторитарлық режим өзінен кейін мұрагер қалдырмаған көшбасшысының қайтыс болуымен немесе либералды көшбасшы билікке келген жағдайда аяқталады. Бұл ретте билік демократиялық басқаруға көшеді. Әділхан Ержанов Қаратас ауылының алдағы тағдырын аяқсыз қалдырады. Осыдан ақ қорытынды өзінен өзі сұранып тұрғандай болады. Ең алдымен өз бейнесіне сәйкес билікті сомдайтын халық немесе бұқараның өзі емделуі керек. Алайда бұдан келесі маңызды сұрақтар туындайды. Адамдар шоғыры, тобыр өзгере ала ма? Әлде біз өзіміздің бүлдіргіштік қалпымыздан өзгермейміз бе? Автократия мен демократияның айырмашылығы бар ма? Авторлық фильмдер осынысымен де жақсы. Олар жұртшылыққа ой саларлық сұрақты қояды. Өздері сол сұрақтарға жанама түрде жауап береді. Алайда біздің, яғни көрерменнің жауаптарына да орын қалдырады. Фильмнің басты артықшылықтарының бірі ретінде Берік Айтжанов пен Данияр Алшиновтың дуэтін атап өтуге болады. Алшинов Әділханның басты еркетайы әр рөлімен өзі қабілетті акценттер мен бейнелердің тізімін жаңарта отырып, өзі сомдайтын барлық көріністерді тартып алады десек артық айтқандық болмас. Ол жақсы жігітті сомдаса да, зұлым адамды сомдаса да көрерменді өзіне тәнті етеді. Берік Айтжановты бір сәтке шынымен контузия алған ақсақ адам деп ойлап қаласыз. Ол өте жуас, өзіне сенімсіз. Арзудың рөлін соншалықты сенімді шынайы ойнап шығады. Тұтастай алғанда экрандағы барлық адамдар фактуралы, барлығы да өз орындарында. Тіпті эпизодтық рөлдердің өзі жарқын ойналған. Бұл тұрғыда Әділхан Ержанов әртістермен жұмыс істей білгені және оларға тапсырманы түсіндіре білгені үшін үлкен құрметке ие. Бюджеті жоғары блокбастерлерге үйренген аудитория Голиаф атмосферасын сезінсе, олардың киномандық ортадағы екінші тынысы ашылғандай болары анық. Өйткені кез келген заманауи фильм өзің ойланған батылың жетпейтін тақырыптарды жаңартуға көмектесе алмайды. Голиаф Пашаев емес, ол көшбасшының бейнесі. Давид Арзу емес, ол тұтас алғанда халық. Давид Голиафты өлтіре алады және оған қабілеті де жетеді. Десек те оны сомдайтын да өзі. Сонымен шеңбер қайталана береді. Менің атым Әли. Мен алдын ала кешірім сұраймын. Келесі кездескенше.